Түсінемін. Балаларыңызды орыс мектебіне беріп қойғансыздар. Солай ғой бұл. Енді берейін деп жатсыздар. Бірінші садик орысша болды. Түсініп жатырмын. Енді бұл жерге мәселені шешуге келдік қой. Мен парламент мәжілісінің депутаты, атым Қазыбек Иса ақын. Жаңа Тоқаевқа неге айтпайсыздар деп жатыр ғой. Күні кеше мен депутаттық сауал жасадым. Біздің жаңағы конституциядан сіздердің сүйеніп алып, сіздер ғана бәрі сүйеніп алып, мынау наравне мемлекет тілмен деген сөзді бірдей қолданылады деген. Соны алып тастауды ұсындық біз. Мемлекет тіл туралы заң ұсындық. Бүгін оған 36 депутат қол қойды. Яғни 30%-дан асып кетті. Жақында ол мемлекет тіл туралы заңды бастамашылығын біз алып қолдап жатырмыз. Ертең мемлекет тіл болады да, орыс тіл болмайды. Сіздер бәріміз, мен де ата-анамын. Баламыздың ертең жақсы өмір сүргенін қалаймыз ғой, солай ма? Бала жақсы өмір сүру үшін адам өз ана тілінде ойлана алу керек. Сіз ол мейлі қазақ тілін біледі, ұмытпайды дейсіз. Бірақ өзінің ана тілінде ойланып, өз тілінде түс көре алмаған адам, ол дүниежүзі бойынша ғылыми дәлелденген, ол рухани мүгедек болып саналады. Сіздер өз балаларыңызды енді бірінші сыныпқа берейін деп айтатын, рухани мүгедек жасап жатырсыздар. Жапонияда не үшін алға дамып кеткен? Жапония бастауыш класста еш уақыт өзге тілде оқытпайды. Бастауыш класста бәрін оқытады. Ал мен 8 себебін айтайын, қазақ тілі мектебі берген. Ең бірінші сіздердің ойлайтындарыңыз, қазақ мектебі нашар білім береді деп ойлайсыздар да? Қазақ мектебі нашар білім береді деген сөз миф. Оған мен жауап берейін. Мысалы, ұбт, ент, одан 50% берілді ғой, орыс класс пен қазақ классына. Одан кейін біліміне қарап береміз деген кезде, қазір 70-80% қазақ тілде берілді, біріншіден. Екіншіден, халықаралық олимпиадаға, республикалық олимпиадаға барып жатқанның 80-90% қазақ мектебін бітіргендер. Міне, осы естеріңізде болсын. Үшінші, орыс тілді үйренбей қалмайды демеңіздер. Қалада оқыған баланың бәрі орыс тілді үйренеді. Менің балаларым, немерелерім, мен қазақ неге беремін? Ол бірақ орысша сөйлейді. Өйткені жан-жағының бәрі орысша үйреніп алады. Құмдағы өткенде мен 2019 жылы ұлттық кеңес бірінші отырысында президент Тоқаев басқарып отқан. Мынау айдалада қойшының баласы орысша сөйлеп жатыр деді. Неге? Өйткені ол телевизорда орысша анимация, орысша мультфильм көріп отыр. Сондықтан орысша білмей қалмады демеңдер. Сондықтан мен ұсыныс жасадым. Барлық нелерді анимациялық фильмдерді қазақшалау. Кеше Қырғыздың депутаты айқай көтерді. Біздің баламыз қазақша үйреніп жатыр деп. Өйткені жаңағындар аударып берді. Болашақта мемлекеттік тілде ғана сіздің балаңыз өмір сүре алады. Ал баланың сіз қазақ еліне жаңағы бір кісі досым адам жұбайым неде қызмет етеді деді ғой, әскерде. Сіз балаңыз ертең қазақ елінде қызмет еткенін қалайсыздар ғой бәріміз? Қазақ елінде қызмет еткенін қалайсыздар ма? Ал қазақ елінде қызмет ету үшін қазақ тілінде білім алу керек. Қазақ ол қай тілде білім алса, сол ұлтқа қызмет етеді дейді. Мысалы, 1909 жылы мен қазақ ұлы газетінің несі бар, 2009 жылы Алматыда қарттар үйін араладық біз. Мен әдейі жібердім, қарттар үйін араладық. Сауалнама жасадым. Сауалнама жасағанда, бұны орыс классағымыз айтып жүр, Қазыбек Иса айтты. 99%-ның баласы орыс тілін мектебінде. Қарттар үйіне берген. Қарттар үйіне берген. Көрдіңіздер ме? Қатты бұл. Көрдіңіздер ме? Яғни орыс тілі. Ал бұдан кейін тағы бір себеп, орыс тілі бәрін мұғалімдер жоқ.